Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жаңа рецепт, ең оңай бульчканың түрі, өте жұмсақ. Құрамын астыға жазып кетем, және де видеода көрсетілгендей жасасаңыз болады. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Ең алдымен майымызды осылай ұнмен бірге араластырып, содан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырғаннан кейін дрожжи езген суымызды құямыз. Яғни ашытқы суымызды құямыз, және де оны жақсылап араластырамыз, нанның иінін қандырамыз. Содан кейін 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Одан кейін осылай қамырымыз көтерілгеннен кейін оны бөліктерге бөлеміз, және де оны оқтауымызбен жазамыз. Осындай бөліктерге бөліп өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен рогалики түрінде және де бантик түрінде жасағанмын. Және өстіп орағаннан кейін оны шекерге малып аламыз. Я болмаса арасына сгущенка немесе варенье өзіңіздің қалауыңызбен дайындасаңыз болады. Бөлкелерімізді дайындап болғаннан кейін оны 15 минутқа көтерілдіріп қоямыз. Содан кейін 180 градуста қыздырған пешке саламыз. Мінекей өте жұмсақ әрі тез дайын болады. Сіздерге ас болсын. Маған лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер.